Агата Кристи. Он қара домалақ. Негр аралы. Мына жердегілердің бәрі оған оғаш көрінетін секілді. Онимдердің өз үйінде болмауы да өңі қуқыл тартып кеткен аруаққа ұқсас миссис Роджерсте. Ал қонақтар жайлы айтпаса да болады. Мұндай ала-құла қауымның бір жерде бас қосуы өте сирек кездесетін шығар. Онимдермен алдын ала танысып алмағаным қандай өкінішті. Не қылған адам екен олар, деп ойлады Вера. Тұрып, не қыларын білмей, бөлмені кезіп жүріп кетті. Қазіргі заманғы ең соңғы үлгіде жарақталған керемет жатын бөлме. Жарқыраған паркет, еденге ақсары кілем төселінген, ақшылтым түсті қабырғалар, құйттай лампалар мен көмкерілген айна. Камин сөресінде ешқандай әшекей жоқ. Тек бүгінгі күннің үрдісіндегі мүсін тұр. Ақ мәрмәрдан үлкен кесіліп ойылған дыңғыл аю. Оған сағат қондырылған. Сағаттың үстіндегі жылтыраған темір жақтауға өлең жолдары жазылған пергамент парағы бар. Вера жақындап келді. Бұл өзі кішкентай кезден білетін балаларға арналған ескі санамақ болатын. Он негр баласы тамақ ішуге барды. Біреуі шашалып өлді, 9-ы қалды. 9 негр баласы сосын жатып демалды. Біреу оянбады, 8 ғана қалды. 8 негр баласы Девонға қарай салды. Біреу оралмады, 7-і қалды. 7 негр баласы отынға кесті талды. Біреуі өзін-өзі шапты, 6-і қалды. 6 негр баласы омардадан балалды, ара шақты біреуін, 5-і ғана қалды. 5 негр баласы шығарды сотта жанжалды, біреуіне жаза берді, 4-і қалды. 4 негр баласы теңізге шомылуға барады. Біреуі жемге алданды, 3-і ғана қалады. 3 негр баласы айуанханаға аттанды. Біреуін аю талады, 2-і ғана қалады. 2 негр баласы күн көзінде демалды. Біреуі күйіп кетті. Ана жалған жалғыз қалды. Соңғы негр баласы шаршады, тыныс алған жоқ, барды да өлді асылып, енді ешкім қалған жоқ. Вера езу тартты. Түсінікті нәрсе ғой. Негр аралы емес пе? Ол теңізге қарайтын терезеге келіп, жақтау асты тақтайына отырды. Қарсы алдында шетсіз де шексіз теңіз көлбеп жатыр. Жер бедер көрінбейді. Қайда қарасаң да бетінде болар-болмас толқын ойнаған, батар күннің шапағына шомылған көкпеңбек су. Теңіз бүгін жұп-жуас, ал кейде сұмдық қатыгез. Ол түбіне тартып әкетеді. Суға батып кетеді. Суға батып кеткенді тауып алуға болады. Теңізге батып кеткенді ше? Жоқ, ол мүмкін емес. Жалғасы бар.